күйім болмай отқан еді. Көңіл күйімді көтеріп жібердіңіз ғой, рахмет. Не себепті? Мынандай әдеміліктен кейін қалай көңіл күй болмау керек? Алдағы уақытта айтатын болсам айтам, бірақтан қазірге ол құпия бола тұрсын. Мерей, сіз тіпті мені шошытасыз, арасында қорқытатыныңыз бар. Енді жеке басыңызға қатысты ма? Иә, жеке басыма қатысты. Жақсы, тікелей эфирде бәлкім Санатжанға қатысты болса айта жатарсыз. Дегенмен бәрі жақсы болсын дегіміз келеді, себебі алда той келе жатыр, ал ол тойдың арты сіздерге жұғысты болсын деп жүрміз біз кәдімгідей үлкен жұптардан үміт күтіп. Қазір енді ортада талқыланған әңгімелерді естідіңіз. Қыз баланың қалыңмалы туралы айтты, жалпы енді беташар деген не деп таныстырып жатыр. Екеуінің дайындығы сырт көзге қалай көрінеді сізге, Дихан мен Гүлбайраның? Негізі маған мен басында үміткер болып келген кезде қолдап жүрдім. Одан кейін Дихан Гүлбайраны жылатып тастағаннан кейін қолдамай қойдым. Одан кейін қазір де бұлай екеуінің арақатынастарын қарап жүрсем, өте мен бұларға тисем ғой, менің ағам мен жеңгеме ұқсайсыңдар екеуің деп. Прям өте қатты ұқсайды. Сондай вайб сезіледі екеуінен. Уже үйленіп қойған жұптар сияқты сезіледі. Негізі дайындықтар жақсы болып жатқан сияқты. Жаңада біз не істеп жатқан кезде, боянып жатқан кезде Дихан ертең қыздарға тағатын үкі іздеп жүр екен. Соны іздеп жүргенге деп қалдым кішкене, бізге де жұғысты болсын енді. Ал ортада болып жатқан қалыңмал тақырыбына келетін болсақ, мен айтып кеттім ғой. Бағдәулетке айттым, Бағдәулет бастады ғой бұл тақырыптың барлығын. Негізі Бағдәулет өзі қалыңмалды негізі үйіп төгіп беру керек деп есептеймін, себебі енді оның талаптары таудан да асып кетіп жатыр ғой. Анамның аяғын жуу керек, ауылға барып тұру керек деген сияқты. Сондай талаптарды қоярына қойып алып, бірақтан қалыңмал бермеймін дегені өте бір төмен әңгіме болды десем де болады. Себебі енді оған ертең біз қыз жұрттық деп айтады ғой, енді қыз баласы өзінің отанын тасап кетеді сол отанға деген сияқты. Ол жаққа барып қызметін істейді, баласын туады дегенге жаңа қарсыласып кетті маған. Негізі бала өздеріңе де керек қой деген сияқты. Өзімізге де керек, бірақтан ол баланы 9 ай ішінде кім көтереді, ол балаға тәрбиені кім береді деген сияқты, ол баланы қалай босанады, барлығы негізі әйелдің қиыншылығы, оның барлығы, оны негізі еркектер түсіне бермейді. Сол себептен де сондай нәрсе айтып кеткен болатынмын. Жақсы, түсінікті. Енді бұл жерде әркімнің енді қалай айтсақ та, қанша айтсақ та қабылдауы, көзқарасы деген болады жеке, сондықтан да бәлкім өзгере жатар алда. Себебі әлі өзінің бір нақ сүйері міне осы адам деп айтпайынша, ол адамның да ой өрісін өзгерту мүмкін емес секілді. Ал өзіңіз енді жалпы қалыңдық болып болашақта ұзатуға деген дайындық болса, Гүлбайраның орнында не сезінер едіңіз? Не сезінер едіңіз дегенде, бәрібір қобалжулар болады ғой, бірақтан егер де менің жігітім қалыңмал бермейді дейтін болса, мен оған келіспейтін едім. Яғни сіз нақты қалыңмал болады деп талап қоясыз. Енді мен өзім Шымкент қаласынан болғандықтан, ол жақта бізде қатты салт дәстүрді қатты ұстанады да, ол жақта қалыңмал, басқасы барлығын негізі ұстанамыз біз. Енді сіз өзіңіз қалыңмалды қанша деп айтар едіңіз? Негізі оны ата-аналар шешеді ғой, мен өйтіп қазір алдыға шауып айтқым келмейді. Сіздер жақта қазіргі заман талабына сай дейміз ғой, қазіргі уақытта қалыңмал орташа есеппен қандай бағада мысалы? Білмейді екенмін даже. Егер де қыз өзінің жасауларын барлығын алып келетін болса, бір 8 миллионнан 10 миллионға шейін шығар. Сондай үлкен қалыңмал болады ма? Сондай үлкен қалыңмал дегенде енді қыз өзінің заттарын алып келеді. Білмеймін енді. Керек сияқты ол нәрсе. Бірақ шым қала жақтарда, енді сіздер жақтарда ондай нәрсеге қатты мән беретін естуіміз бар. Бірақ кейбір жақта қалыңмал тіпті сұрамайтын мекендер, жер жинағы, қалай айтсақ болады, қалалар бар, бізде. Ол жаққа, мысалы, тұрмысқа шығып қалып жатса қыздар, қалай шешуге болады деп ойлайсыз? Қиын болатын сияқты, ол жерде енді жігіттің ұстамдылығы маңызды деп ойлаймын. Себебі енді жігіт қыз жігіт уважать етіп тұратын болса, жігіт қыз жақтың тарапына қарай қыз жақтың салтымен барады дейсіз ғой. Ал енді өзіңіз Санатжаннан сұрап көрдіңіз бе, сіздер жақта бар ма бұл қалыңмал, мен жақта бар дегендей? Негізі енді Санатжан аягөздіңкі ғой, ол жақта бар ма екен негізі? Сұрамадыңыз ба? Жоқ. Енді естуімше ол жақта қатты мән бермейді бұл нәрсеге. Қатты мән бермесе де бергіземіз енді. Енді мен осы нәрсені алдыма мақсат қойып тұрмын деген сияқты айттыңыз. Қалыңмалын береді, махрын береді. Дегенмен сіздей қызға қандай қалыңмал берсе де жарасады, сондықтан Санатжан ол нәрседен бас тартады деп ойламаймын. Бастысы сол күнге жетіңіздер дегіміз келеді. Ал біз тікелей эфирді ары қарай жалғастырамыз, арнадан алыстамаңыз.